Баршаңызға сәлем. Бізде бүгін осындай өте ерекше тіске басар жасалу жолы оп-оңай. Бізге ол үшін свежий қияр қажет, және де картоп пен жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. Чеснок және де осындай шпрот қажет болады. Үккіштен жұмыртқаны, картопты ұсақ тісінен өткізетін боламыз. Одан кейін татымына қарай тұзын салып, үстіне үккіштен өткізілген чеснокты қосып, одан кейін 2 қасық майонезді қосып, араластырып дайындап аламыз. Бұл тіске басарымыз өте оңай жасалады. Көріп тұрғаныңыздай 5 минутте дайын болады, және де қарапайым азық-түліктерден жасалады. Мерекелік дастарханға қойсаңыз, дастарханыңызға сән беріп тұратын болады. Одан кейін қиярды осылай жіңішкелетіп турап аламыз. Негізі ұзындау қияр болғаны жақсы. Менде үйде осындай қияр болды. Осылай жіңішкелетіп, арнайы кесетін затпен кесіп аламыз. Пышақпен де кесіп дайындауға болады, ол кезде бірақ ірілік болып кетеді. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін осылай жаңағы жасаған начинкамызды ішіне салатын боламыз. Көбіректеу салсаңыз да болады, және де соңына дейін салмау қажет. Видеода көрсетілгендей етіп саламыз. Содан кейін осылай шпротты қойып үстіне орап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай жасалады. Жасалу жолы оп-оңай. Осылай барлығын жасап шығамыз. Достар, рецептерім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, және де қоңыраушаны басып, келесі рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Ал мен сіздермен келесі рецептерге дейін қоштасатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.